Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге бір жасағаннан ақ шығатын дәмді, жұмсақ болонезе пиццасының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны қарамас бұрын YouTube арнама тіркеліп, жанында қоңыраушамен лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бөлме температурасындағы айранымызға ас содасын салып жақсылап араластырамыз. Сол кезде реакция жүре бастайды. Кейін оның үстіне тұз, жұмыртқа және де ерітілген сары май құйып, барлығын венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Енді осы сұйықтығымыздың үстіне ұнымызды екі бөлікке бөліп саламыз. Осылайша венчиктің көмегімен араластырамыз. Кейін екінші бөлігін салып, қолымызбен жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Мен қазір бір пиццаға арналған қамыр илеп жатырмын. Бұның барлығының мөлшерін төменде описание бөлімінде жазып кетемін. Егер де сіздер екі пицца дайындайтын болсаңыздар, онда көлемін екі еселеп жасайсыздар. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді оны 15-20 минутқа салмасы дайын болғанша тындырып қоямыз. Алдымен қызып тұрған гхи майына жарты жуаны салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Кейін оның үстіне тартылған етімізді салып, арасын ашып, осылай араластыра отырып, татымына қарай тұз салып, кейін оның үстіне батып тұратындай суымызды құйып, 15-20 минут пісіреміз. Енді қазір қамырымызды жаймас бұрын алдын ала пешіңізді максималды градусына қойып, қосып қойыңыздар. Осылай астына ұнымызды молырақ қылып себелеп, қазір қамырымызды жұқалап жаятын боламыз. Содан соң формамызға салып орналастырамыз. Қамырымызды формаға орналастырғаннан кейін үстіне кетчуп жағып шығамыз. Кейін оның үстіне шамалап қана үкіштен өткізілген ірімшікті саламыз. Содан кейін оның үстіне тартылған піскен етімізді толығымен айналдыра салып шығатын боламыз. Мінекей енді ең соңында қалған ірімшігімізді толығымен салып шығып, қызып тұрған пеште 250 градуста 10 минут қана пісіреміз. 10 минуттан артық ұстамайсыздар, себебі қамыры қатып кетеді. Мінекей біздің пиццамыз дайын болды. Өте жұмсақ болып шығады. Қамыры да қалың да емес, арасы мүлдем шикі болмайды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.